Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін терияки соусында піскен тауық қанаттарын дайындаймыз. Тез әрі оңай дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: 1 кг тауық қанаттары, 150 мл соя соусы, 6 түйір сарымсақ, 1,5 ас қасық паприка, 2 ас қасық бал, 1 шай қасық тұз. Алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып аламыз. Тауық қанаттарының артық жерлерін, яғни ұштарын алып тастаймыз. Қалғанын 2 бөлікке бөлеміз. Барлық тауық қанаттарын дәл осылай жасап шығамыз. Тауық қанаттарының үстіне паприка, тұз, бал, соя соусын құйып, сарымсақты майдалап турап немесе престен өткізіп саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Маринадталған тауық аяқтарын пергамент қағазы төселген противеньге салып шығамыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді. Пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап қойыңыздар. Маринадты төгіп тастамаймыз, сәлден кейін қажет болады. Кейін тауық қанаттарын пештен алып, астын үстіне қаратып, бетіне маринадтан жағып шығамыз. Қайтадан пешке салып пісіретін боламыз. Терияки соуста піскен тауық қанаттары дайын. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, жұпар иісті болып шықты. Дәмі тіл үйреді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.